Балаңызға кола ішкізіп берудің амалын жасағыңыз келсе, менің видеомда толықтай көріңіз. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода біз керемет компот жасайтын боламыз. Өте оңай жолмен көріп тұрғандарыңыздай 3-ақ заттан жасалатын компот. Бұл компоттың жасалу жолы өте оңай, сақталу мерзімі де ұзақ. Мысалы, мынау компот менде былтырғы компот. Әлі күнге дейін ішіп жатырмыз, балам екеуміз. Үйде ешкім бізде кола ішпейді. Барлығымыз осы компот ішеміз. И жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен кез келген фруктыларыңызды, жеміс-жидектеріңізді жақсылап жуып, 4-5 рет тазалап жуып аласыздар да, кесетінен кесіп, бүтіндей саласыздар. Және басына крышканы ыстық суға салып қоясыздар. Қайнаған ыстық суға салып қоясыздар. Мен осылай ыстық суға салып қоямын крышканы. Және банкілерді жуып далаға, және қайнап тұрған суға 10-15 минут осылай булап аламын, жақсылап. Қажет заттардың бәрін дайындап аламын. Мен алманы кесіп салдым, өйткені ішінде шірігені де болуы мүмкін. Алмаға осы кесіп, ішінен түрлісін салсаңыз болады. Банкіні мен компотты 3 литрлікке жауамын. Мысалы, банкінің 3-тен 1 бөлігіне саламын жеміс-жидегімді. Және осындай бокалмен 2 бокал шекер саламын. Және лимонның 1 тілімін салып өтемін. Қыстың күні ішсеңіздер, енді прям күшті, ешқандай сок сіздің жасаған банкіңізді ауыстыра алмайды. Қайнап тұрған суды үстіне құямын. Ешқандай да құйып, төгіп, ұстап деген жоқ. Сыртынан банкінің қайнату деген жоқ менде. Осы әдіс бойынша 4-ші жыл жауып келе жатырмын. Ешқандай да банкім атылып кетіп, дәмі бұзылған болған жоқ. Сіздер де жасап көріңіз деймін. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.